Айым біз қайқа келдік? Дәрейінге. Дәрейіне келдік. Біз қазір үлкен ата енене келдік. Мен келе салып өзімнің қызметіме кірісіп кеттім. Осылай қамыр жайдым, қаттаманым. Қазір майлаймыз. Май аз болып қалды. Қазір тағы майлап келсек, май жағамыз үстіне. Біз бүгін Ауызашарға келдік. Қасымда балауса мен Айым бар. Айым мына жақта компот ішіп отыр. Айым не үшін келгенін айтайын ба бұяққа? Қазір көрсетемін. Нақты осындай кішкентай бөпе жатыр. Осы бөпені көру үшін келді ғой. Аты Айжан. Нақты балауса отыр. Балауса сәлем де, привет. Осы бөпеге бола келеді Айым. Бұл біздің үлкен атамыздың үйі. Бүгін Ауызашар болып жатыр. Айымға осы бөпе болса болды, иә? Осы бөпе үшін келеді. Қазір бөпешка ұйықтап жатыр. Қазір жарсақтай болып ұйықтағанына. Көп түсірмей қойын бетін. Қазір тұрған соң Айым ойнатады, иә? Ал неға келсек, осылай дастарханды дайындап қойыпты. Әлі толық емес. Қазір асарти қойылады, бауырсақ қаттама пісіреміз. Сосын бәрін сөйтіп қойып шығамыз кешке дейін. Мына жерде котлет істеп қойыпты. Самса істеп қойған. Мына жақта мынандай заттар бар. Осылардың бәрін, пирожный бәрін толықтырып қоятын боламыз. Қазір бауырсақ істейміз. Бірінші ағаларға шай беріп алайын деп жатырмыз қазір. Сосын басқа жұмыстарға кірісеміз. Тағы екінші бөлме бар, ол жақта да көрсетіп шығайын қазір. Бұл жақта да осылай жасап қойған. Дағы да ауа райы күшті болып тұр бүгін. Ана жақта мынандайлар бар екен. Жоқ бар емес. Мына жақта мынандай кубоктар бар. Мынаны кім алған? Мека. Мына жақта бұл менің абысының қызы. Қайынсіңлім болады. Осының кубоктары, иә? Мына нешінші орындікі? Бір. Бірінші орындікі ма? Ол Ұлжандікі. Мына екеуі менікі. Ұлжандікі. Ал мыналар ше? Бірінші, үшінші орын менікі. Сосын мынау Ұлжандікі, мынау үшінші орын. Ол да Ұлжандікі, менікі. Екінші орын Сапарғалидікі. Сосын мынау Ұлжандікі. Мынау менікі. Бірінші орында бәрі сенің. Сенде бірақ үшінші орын бар ма сонда? Жоқ, мынау мені, осы Ұлжандікі. Ұлжанға қатысты ма не күреске? Бұлар күреске қатысқаннан орын алған медалдары. Құтты болсын, Құдай қаласа. Қазақстанның танымал бір күрескері болыңдар. Гүлдари біздің балаусамен жасты. Балауса, иә? Екеуің жассыңдар, иә? Екеуі бірге жасты. Жастар бірдей деген ғой енді. Достар, біздің дастарханымыз осындай болды. Почти дайын. Сәлем, достар. Мына жақта қараңыздар. Айым маған не істеп тұрған? Айым істеші. Сердешка кейін. Сәлем, достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі менің бүгін блогымның екінші күні. Иә? Бізде далаға көктем болып тұр. Кеше Ауызашардан келдік ата-енемнен. Көп нәрсені түсіре алмадық. Ол жақта адамдар көп болды. Айым, ана жақтан кел, үйге кір. Оның үстіне бізде телефон зарядкасы болмай, зарядкасы өшіп көп түсіре алмадық видеоны. Не қылдық, біз түнде келдік.
көп қонақтар болды, қамыр жайдық, әйтеуір жұмыс көп болды. Келін болғаннан кейін қызметте болдық енді. Сөйтіп көп заттарды түсіре алмадым. Оның үстіне ыңғайсыз да болды бір жағынан. Адамдар өңшең апалар болғаннан кейін. Сөйтіп видеомызды көп түсіре алмадық. Балалар ханшайыммен балауса сол жақта қыздармен ойын ойнады. Күшті болды оларға. Телефоннан да ойын ойнады, сыртта да ойын ойнады. Сөйтіп телефонымыз әркіз бітіп қалды. Біз қойып та үлгермедік. Ал бүгін мына жақта кімдер тұр? Сәлем достар. Бізде Арнұр қазір ойнауға кетіп жатыр. Мына жақта нағыз жүгіріп. Площадкаға бір ойнап келем дейді. Мына Арнұрдың досы, Ерасыл. Мына жерде айым жүр. Аяқта үйір. Көршіміз ғой, Арнұрдың досы. Бізде күн Шымкентте өте күшті болып тұр, ауа райы жып-жылы болып. Мен азан менен үйдеміз. Бірінші сыртта уборка қылдым, сырттағы мусорларды өстіп қаптап қойдық. Ертең мусор келеді, соған беріп жібереміз. Ал мына жақта деген күн вообще күшті болып тұр. Бізде күн жылы, көктем шықты. Арнұр, қайда барасыңдар енді? Стадионға, алаңға. Алаңға бар. Ойнайсыңдар ма? Иә. Жолдан байқамақ ма? Жолдан абайлап өт. Осылай жүгіріп кетеді екеуі. Досы күнге келіп тұрады, қазір демалыс, каникулда. Осылай кетіп жатыр. Ал бізде балауса ұйқыдан енді тұрып, шайтаман шейініп жатыр. Демалыс болған соң түнімен телефон шалып. Бас киім киіп кетті ғой. Арнұр ыстықтаймын, ол жақта жүгіріп ойнаймын деп ішіне киім киіп футболкамен кетті, иә, ағаң, иә? Айым. Ал достар, біз таң обедіміз ішіп болдық. Палауымыз өте дәмді болып шықты. Мына жерде мен қазір айымды ұйықтатайын деп жатырмын. Айым, ұйықтайсың ба енді? Айым ұйықтайын дейді. Далада ойнап әбден шаршады. Неге бізде айым мүлдем обедте ұйықтамайтын. Осы күн жылғалы бері далада ойнап жүрді. Соған шаршап, обедте бір мезгіл ұйықтайды, обедте ұйықтамаса кешке өзі 7-8-де ұйықтап қалады. Біздің ханшайым ұқсап бір күнде 10 киім ауыстыратын адам бар ма екен? Ойнайды, қайта-қайта ауыстырады киім. Қазір өзін жақсы көретін колготки киіп алған. Иә, айым, иә? Кукула бар ойсы. Кукуласы бар. Шашынан кукула бар. Мына шашын бір күнде 10 рет жинап беретін шығармын. Шешіп тастай береді, шашын жаңада жинап берген, тамақ жеп отқан кезде. Қайта шешіп тастады. Иә, өткеннен өтетін. Ал достар, біздің блогымыз осыменен аяқталды. Соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Біздің каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі влогымызда кездескенше сау болыңыздар. Айым, пока де достарыңа.